Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жарлығымен 1997 жылдан бастап 31 мамыр саяси қуғын-сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу күні болып аталып келеді. Естеріңізге сала кететін болсақ, өткен жылдың 31 мамырында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Алжир мемориалды музей кешеніндегі ескерткіш тақтаға гүл шоғын қойып, тоталитаризм құрбандарының рухына тағзым еткен болатын. Осы айтулы күнге орай Темірбек Қарауыл Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясында саяси қуғын-сүргін құрбаны болған қоғам қайраткері Темірбек Жүргеновті еске алып, ескерткіш алдына гүл шоғын қою рәсімі өтті. Шараға Темірбек Қарауыл Жүргеновтың туыстары, академияның ректоры, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері Ақан Жылқышыбайұлы Әбдуәлиев және білім ордасының ұжымы қатысты. Небәрі 40 жасқа енді толар-толмас сәтте Кеңес одағының қанды шеңгеліне ұрынған біздің жерлесіміз, ұлтжанды азаматымыз, ұлтын шын сүйіп, бар жан тәніменен өзінің қысқа ғұмырын сол жұмысқа арнап өткен азаматты біз қазір еске алып отырмыз. Ал енді бұл жөнінде зерттеулер, әртүрлі ғылыми еңбектер шықты. 3 кандидаттық диссертация болды, 3 деректі фильм түсті, бір пьеса жазылды. Міне осының барлығы сол Темірбек Жүргеновтың өмір тарихына арналған дүниелер. Тарихи деректерге қарағанда 1921-54 жылдар аралығында КСР-да контрреволюциялық немесе антисоветтік деген жаламен 4 миллионға жуық адам сотталып, олардың 700 мыңға жуығы ату жазасына кесілген. Ал Қазақстанда 100 мыңнан астам адам қуғын-сүргінге ұшырап, оның 1/4 бөлігі ату жазасына бұйырылды. Арасында қазақ зиялылары, ғалымдар, мәдениет және саясат саласының қайраткерлері болды. Олар Тұрар Рысқұлов, Сәкен Сейфуллин, Мағжан Жұмабаев, Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Мұхамеджан Тынышбаев, Ілияс Жансүгіров, Санжар Асфендияров, Темірбек Жүргенов және тағы басқалар еді. Қайраткердің зайыбы Қазақ ССР-ның еңбек сіңірген дәрігері Дәмеш Ермекова Темірбек Қарауыл атылған күні абақтыға жабылып, өмірінің біраз бөлігін Алжирде өткізген. Күйеуінің де өзінің де жазықсыз жазаланғандығы жөнінде ақтау қағазын алғаннан бері 30 жылдан астам уақыт бойы ол бар күш-жігерін игілікті іске, Темірбек Қарауылының халқына сіңірген еңбегін кейінгі ұрпаққа жеткізу ісіне сарп етумен айналысты. Бірнеше кітап шығардық. Жыл сайын балаларға ғылыми тапсырма беруге тырысамыз. Көп оқыса, Темірбек Жүргеновтың 80-нен аса мақалалар бар. Сол мақалалардан театр туралы, цирк туралы, галерея туралы мәліметтер жинап алса, сосын балалар ғылыми жұмыстарын жазады. Соны міндетті түрде осы жылда тағы бір үлкен конкурс ұйымдастырамыз. 1993 жылы Алматыдағы Қазақ ұлттық өнер академиясына Темірбек Жүргеновтың есімі берілді. Орта Азия мен Қазақстанға ортақ тұлға, аса көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, қаламы қарымды сыншы, көсемсөз иесінің есімі қазақ халқы тұрғанда өшпек емес.